Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі үйде бар қолжетімді ингредиенттермен тез дайындалатын печеньелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Ол үшін ең алдымен бізге ұн, секер, сары май, қопсытқыш және де жұмыртқа және какао қажет болады. Ол үшін ең алдымен ұнымызға сары майымызды салып, жақсылап ұнтақтап уатып аламыз. Содан соң үстіне секер, қопсытқыш және де жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Келесі кезекте қамырымызды илеп болған соң осылай екі бөлікке бөліп, біреуіне ұн, біреуіне какаомызды қосып, жақсылап тағы да илеп аламыз. Міне біз қамырларымызды жақсылап илеп дайындап алдық. Содан соң қамырларымызды бір-бірлеп оқтаудың көмегімен илеп шығатын боламыз. Қамырларымызды илеп болған соң бірінің үстіне бірін салып, жақсылап орап алатын боламыз. Орап алған соң қамырларымызды тоңазытқышқа 1 сағаттай қалдыратын боламыз. 1 сағаттай көлемде уақыт өткен соң біз қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, пергамент қағазымыздан алып, қамырымызды біркелкі етіп турап шығатын боламыз. Турап шыққан соң рет-ретімен қалыбымызға орналастырып аламыз. Міне бізде өте әп-әдемі печеньелеріміз шығып жатыр. Содан соң біз печеньелерімізді қызып тұрған пеште 200 градуста 10-15 минут пісіріп алатын боламыз.